Қалайсыңдар накамалар, бүгінгі видеода біз One Piece тарихындағы ең мықты дозорнилардың бірі жайлы айтатын боламыз. Алдымен арнаға тіркеліп лайк басып жіберсеңіз нұр үстіне нұр болар еді. Ендеше не қарап отырмыз? Кеттік. Акайнудың дәл қазіргі жасы 55-те, бойы 306 сантиметр, туған күні 16 тамыз. Акайну дәл қазіргі уақытта Сенгокудың орнына главный командующий атанды. Бұл орынға Акайну оңайлықпен жеткен жоқ. Ол ең мықты адмиралдардың бірі, Кузанмен шайқасып 10 күннің ішінде оны жеңген болатын. Бірақ та осы оқиғадан кейін көптеген фанаттар қарсы шыққан болатын. Себебі Кузанның жемісі ол мұз, ал Акайнудікі магма. Көптеген фанаттар бұл нәрсені әділетсіз деп санап, Акайнуды жек көреді. Негізінен бұл орынға Кузанның өзі келіскен болатын. Кім жеңсе сол орынды алады. Еркекше екеуі бетпе-бет келді. Кім жеңді? Әрине Акайну жеңді. Енді неге қарсы шығып отырмыз, түсінбедім. Акайнуды жек көруге көптеген себептер бар. Соның бірі біздің қазекеңдер негізінен One Piece'ті әлі толықтай да түсініп те көрген жоқ. Мугивара Луфи главный герой болғандықтан тек қана соның айтқаны дұрыс, сол ғана жеңу керек деп ойлайды. Екінші себеп, Луфи главный герой. Ол Белоуспен альянс құрғаннан кейін көпшілігі Акайнуды әрине жек көреді. Акайну тоқтаусыз Мугивараларға қарай қадалып қалғаннан кейін фанаттар мынаның есі ауысқан, бұл деген өте жауыз адамдардың бірі деп оны жек көрді. Түсінесіздер ме? Негізінен Мугивара Луфи ол әрине пират, ал Акайнудың жұмысы ол әрине пираттарды ұстау. Акайну негізінен әділдікті жақсы көреді. Кімде-кім елін сатса, оны әрине өлім күтіп тұр. Бұндай нәрсе барлық жерде бар. Акайну әрең дегенде Мугивара Луфидің алдына түсіп, Эйсті өлтірген кезде оған драгон жайлы айтып береді. Мугивара Луфи және де Голд Роджердің баласы Эйс. Сен екеуің де бүгін өлесіңдер, себебі екеулеріңде мықты пират бола аласыңдар. Егерде мен екеуіңді дәл қазір күшік кездеріңде өлтіріп тастасам ше, меніңіз Ваням өсіп, ал сендер арғы өмірге қарай аттанасыңдар деп айтады Акайну. Ал сіз қалай ойлайсыз? Акайну неге бұндай соншалықты жауыз және де ашушаң? Пираттарды сонша жек көретіндей оған не болған? Бір теорияларда Акайнудың ата-анасын кішкентай кезінде бір пираттар өлтіріп кеткен деген теориялар бар. Акайну ашушаң және де пираттарды жек көргендігі соншалық қадалған жерінен қан алмай қоймайды. Қазіргі әлемдік үкіметке осындай дозорнилар қажет. Және де мынандай кішігірім теориялар бар. Гарасилер Акайнуды кішкентай кезінен бастап дайындаған. Ата-анасын да өлтіріп кеткен. Негізінен осы Гарасилер де болуы мүмкін. Гарасилер осы уақытқа дейін Акайнуға өтірік айтып, бұның барлығын жасаған, яғни сенің ата-анаңды өлтірген. Ол әрине пираттар, сен қалай ғана шыдап отырсың деп оның басын, миын улап тастаған болуы да мүмкін. Акайну енді осы сәттен бастап, мен тек қана пираттарды жек көремін, оларды өлтіремін деп өз-өзіне ант берген болуы да мүмкін. Акайну негізінен Маринфордтағы шайқасты ұзақ күткен болуы да мүмкін. Себебі оның алдына ең мықты пираттардың бірі Белоус келеді. Оның басына әрине 5 миллиард бері тігілген болатын. Осы сәттен бастап Акайну өзіне Белоусты алады, ал қалған екі адмирал Кизару мен Аокиджи кішкентай пираттармен шайқасады. Ол Мугивара Луфиді жек көретіндігі жайлы айтады Сакадзуки Акайну. Неліктен? Себебі ол драгонның баласы, ал драгон кезінде дозорниларды сатып кеткен болуы да мүмкін. Осы сәттен бастап Акайну драгонды жек көреді, себебі ол Акайнудың әділдік ұғымына қарсы шықты. Бір теорияларда Акайну мен драгон кезінде жан бауыр, яғни бірге армандап мықты дозорни боламыз деп шешкен болулары да мүмкін. Сол кезде драгон әлемдік үкіметтің жаман адамдар екенін біледі де бұл жұмыстан шығып кетеді. Драгон God Valley шайқасында кішкентай балаларды құтқарады. Оның ішінде Шанкс, Стич, Шемрок және де Багги бар. Осы кішкентай балаларды құтқарады да, бірақ кейін өзі
жұмысынан кетіп қалады. Кетпес бұрын оны әлемдік үкімет адамдары байлап тастайды. Драгон үйтіп мына жұмыстан қашып кетеді де сол кезде басқа армия құрады. Ол армия дәл қазір революционная армия. Бұл әскерлер болашақта әлемдік үкіметке қарсы шығып оны құлатады. Егерде сіздерге Драгон жайлы қызық болса, мен сіздерге басқа серияларда түсіндіріп беретін боламын. Ал енді Акайнуға қарай қайтадан оралатын болсақ, Акайну Маринфорд шайқасынан кейін Тичтің артынан іздеуге түседі. Іздеуге келген кезде Ванокер Акайнудың келе жатқандығы жайлы хабарлайды. Сол кезде Тич қорыққанынан біз бұл жерден кетіп қаламыз деп айтады. Акайну келген кезінде алдында Бонни отырады. Боннидің жылап отқандығын көрген Акайну одан не болғандығы жайлы сұрайды. Ол өзінің әкесі Кума жайлы айтып береді. Акайну Бонниға айтады: сенің әкең Кума ол негізінен жаратылыс болғанда қандай біз тек қана оны құрал ретінде ғана пайдаланамыз деп айтады. Сол кезде Бонни жылайды да бұның барлығы өтірік. Менің әкем ең жақсы адамдардың бірі деп айтады. Әрмен қарай Акайну сабыр сақтап алдағы уақытта барлығы да жақсы болатындығы жайлы айтады. Акайну Кумамен кездеседі. Сол кезде революционная армияның адамы жүргеніне қатты ашуланады. Акайну ашуланады да Кумаға қарай шабуыл жасайды. Кумаға шабуыл жасамаса болмайды, себебі алдында Тенрюбитолар қарап тұр. Тенрюбитолар қарап тұрғаннан кейін сен әрине өз жұмысыңды жасайсың ғой, солай ма? Одан кейін Акайну Кумаға шабуыл жасайды да Куманың қашып кетуіне мүмкіндік береді. Бұны көрген Тенрюбитолар: сен не, оны ұстай алмай қалдың ба? Сен деген главный командующий емессің бе деп оған қатты ұрсады. Акайну сол кезде сабыр сақтайды да: сен жай ғана біреудің ойыншығысың деп айтады. Ол кезде әрине өзі жайлы айтып тұр. Акайнуды да түсінуге болады. Егерде сен өз жұмысыңды жасамасаң, саған кім ақша төлейді? Акайну теңіз флоты, яғни әскерлерді басқару жағына қарай келген кезінде барынша қатал болуы қажет. Әйтпесе әскерді қаталдықпен басқармасаң, сенің әскерің қолыңнан шығып кетеді. Акайнудың ұстанымы ол тек қана әділдік. Гараселер оның миына құйған болуы мүмкін. Пираттар жауыз, тек қана пираттарды өлтіру керек, себебі олар сенің ата-анаңды өлтіріп кетті деп айтқан болуы да мүмкін. Біз бұл жағын әрине толықтай білмейміз, алдағы уақытта көре жатармыз. Әрмен қарай Акайнуды тағы да жек көрудің бірнеше себебі бар. Охараға шабуыл жасауы, Эйсті өлтіруі, көптеген пираттарды қыруы, Белоустың быт-шытын шығаруы, Марко, Джимби секілді мықты пираттарға да шабуыл жасағандығы да бар. Акайну Мугивара Луфиға қадалып қалса да, Тич мына жақта қойылым қойып жатады. Тич Белоустың фруктысын алып Маринфордтың күлін көкке ұшырып жатса да, Мугивара Луфиден көзін таса қылмайды. Солай соғысып жатқан кезінде Коби шығады. Коби қатты жылайды. Неліктен? Себебі оның миы ашып кетті. Надайылы шығып кеткеннен кейін Акайнуға қарай барады. Өтінемін, соғысты тоқтатыңыздаршы, көптеген пираттар қаза тауып жатыр, және де біздің әскерлеріміз де өліп жатыр деп айтады. Кобидің жылап тұрғандығына Акайну қарайды да оған былай жауап береді: сен, Коби, әділдікке қарсы шықтың, сен не ақмақсың ба? Мен сені дәл қазір өлтіріп тастаймын деп айтады. Енді өлтірейін деп жатқан кезінде ортаға қаһарман Шанкс келеді. Шанкстың Маринфордқа кешігіп келген себебі ол әрине Кайдоны тоқтатқан болуы да мүмкін. Осыдан кейін барлық фанаттар Шанкс Кайдодан және де Акайнудан мықты деп есептейді. Акайну теңіз флоты, яғни басқарушы болу үшін ол көптеген сынақтардан өткен. Ең басты нәрселерінің бірі ол Кузанмен шайқасуы. Кузанмен 10 күн шайқасады да Кузан өзінің бір аяғынан айырылып қалады. Кузан жеңілсін көтере алмай мәңгілікке дозорнылықтан шығып кетеді. Кузан әрмен қарай Тичтің аралы Хачиносуға қарай барады. Тич бухат етіп келе жатқан кезінде қасындағылардың тірі емес, мұздатылып жатқандығын көреді. Сол кезде Тич ашуланады да әлемді тек қана мұзды басқара алатын ол тек бір ғана адам деп қатты ашуланады. Кейін өзінің аралына барған кезде Кузанның отырғандығын көреді. Маршалы Тич Кузаннан сұрайды: бұның барлығы да Акайну үшін бе деп айтады. Кузан мұңайып отырған кезінде менің жүрегім жаралы деп жауап береді. Сол кезде Кузан мен Тичтің арасында ерегіс басталады. Одан кейін екі жақ достасып кетеді де Кузан мен Тич пиво ішіп әңгімелесіп отырады. Әрмен қарай сіздерге толықтай Кузан және де Тич жайлы не болғандығы қызық болса, мен сіздерге толықтай түсіндіріп беретін боламын.
Акайну жайлы, Драгон жайлы, Кузан жайлы да біз сіздерге қысқаша да болсын айтып бердік деп ойлаймыз. Акайну жайлы әлі біткен жоқ, достар, бұл жай ғана бірінші бөлім. Әлі біз екінші және де үшінші бөлімдерінде айтып берсек деп отырмыз. Қалай қарайсыздар? Біз Акайну жайлы сіздерге кішігірім айтып бердік. Келесіде қандай кейіпкер болсын? Өз ойыңыз әрине комментарияға қарай жаза кетсеңіз болады. Сіздермен болған мен Мико Пис, келесіде кездескенше накамалар.